Ағаларыңыз насылдым, сәлем сүйкімді көрермендерім, жандарым сол қалайсыздар? Аптаға болжам, жалпы шоу қарайық, жалпы болжамға не болады, қалай болады. Сол не болса да бәрі әділмен болады. Құжаттарыңыз кезекке тұрам деп барсаңыз бірінші болып өтіп кетесіз, болмаса сізді өткізіп жібереді. Бұл жерде жолыңыз болады, жолыңыз ашық, құжаттардың бәрі мысалға бір айыппұлдар болмаса бір жол жүру ережелерінде болса да бәрі әділмен болады. Сотта болсын, халыққа қызмет көрсету орталықтарында несие, қандай құжаттар болмасын, бұл жерде бәрі әділмен болады. Сондықтан егер өзіңіз әділ болсаңыз, өзіңіз сахасай болсаңыз бүкіл құжаттарыңызға, онда сіздің жолыңыз болады. Егер де дейді ұрлық тірлігіңіз болса, алдап кетем, сулап кетем десеңіз, жазаңызды бірден аласыз. Сондықтан сауатты болыңыздар. Саяси сауатты, бұл жерде құжат пен заңнамаларды да оқып, бұл жерде толыққанды 100% сауатты болыңыздар. Бұл жерде енді ұтасы көбі ұтады. Аптаның ортасында, болмаса осы негізі сәуір айында көбі махаббаттарын жолықтырады. Бұл от дүлейіне қатысты азаматтар, арыстандар, тоқтылар және мергендер өздерінің махаббаттарын жолықтырады. Тағдырлас ер азамат болмаса тағдырлас келіншек қыз жолығады. Өте бақытты боласыздар. Сондықтан дайын бола беріңіздер. Осы аптада нышандар, алғашқы нышандар келе жатыр. Уайымдамаңыздар. Өткенге алғыс білдіріңіз. Өткен есігін жауып тастап, құлыптап, қанша үйретеме кілтін мұхитқа тастап жіберіңіздер болды. Ұмытыңыздар. Жолдарыңыз ашық. Демалыс қалай өтеді екен? Демалыста біреулердің туған күні болса өте керемет. Сарыға бояйсыз, болмаса бір сары көйлек, ақшылда көйлек аласыз. Енді бұл жерде жалын атқан, жалын шашқан керемет демалыс болады. Ауырып жүрсеңіздер, емделесіздер, уайымдамаңыздар. Бұрынғыңыз келуі мүмкін, бірақ оған да сау бол дейміз.